Бүгінгі сабағымыз стандартты құйылған көпір тәрізді протез дайындау техникасы. Жұмсақ массадан көшірме үлгі алу дейді. Үлгісін құямыз. Көшірме үлгіні бізге пациенттің аузынан ортопед стоматолог алып береді. Ол клиникалық және зертханалық кезеңдерден тұрады. Клиникалық кезең қарап тексеріп, жасалған конструкцияны таңдап, тісті егіп және көшірме үлгі алып береді. Көшірме үлгі дегеніміз мынау. Көшірме үлгі дегеніміз ауыз қуысының анатомиялық пішіні мен көлемін толық қайталайтын қалып. Ал енді біз зертханалық кезеңге көшеміз. Зертханалық кезеңде көшірме үлгіні алып, мынаған гипс езіп алып, гипстан мүсін құямыз. Қалыптық массаға аздап салып, бүйтіп орып сілкіп отырып құямыз. Арасында ақ алып қалмайтындай. Стол үстіне қойып қоямыз да, столдың бетіне тағы да бізге көпір тәрізді алынбайтын протезді таңдағаннан кейін біз мынаны антагонистісімен құямыз. Бізге слепокті антагонистіспен алып берген. Şimdi қойыла қойдық, енді мынаны батырамыз. Жан-жағын дейін Тастап отырамыз да. Енді бұның қатқанын күтеміз. Астыңғы бөлігіміз қатты біздің. Енді бұған замок жасаймыз. Бізге ортопед стоматолог слепокті тістетіп алып берді антагонистісімен бірге. Мына жерге замогын жасаймыз. Үстіңгі бетін қою үшін. Жан-жақтарын тазалап аламыз, кішкене қатпай тұрып. Енді астыңғы бөлігін суға қанықтырып, суға қаныққаннан кейін екінші бөлігін құямыз. Ғаны жездік, мүсінімізді суға қанықтырдық, енді екінші бөлігін құямыз. Бұны да сол ұрып соққылап отырып құямыз. Арасында ауа қалқамайтындай, тістің формасы шығатындай. Замоктың шеттеріне құямыз. Столға қойып қоямыз да, енді екінші бөлген үстінен жағып отырамыз. Екінші бөлігін құйдық. Қатты артық жерлерін бәрін кесіп алдым. Енді ашамыз. Ұрылып жібереміз. Енді ақырындап ашамыз.
Üstünkü bölümünü aldık. Endi mınaның жан-жактарын кырып жиберейин. Айналасын ашып. Биздин слепигimizni алдык, ашылды, кыйылды. Тисти этип көрөбүз. Эмне бизге антагонист тистин bir пайдасы тисти мүсүндөгөн кезде, мына тирек тистерди мүсүндөгөн кезде көтөрүп калбайтындай ориентир жасап отурабыз. Енді бұның мойнын ашамыз. Міне бізге мына екі тістің ортасына мына тісте пломба болған, пломба ұстамайды, сол үшін жанында тіс жоқ, сол екеуіне көпір тәрізді протез саламыз, алынбайтын. Енді тістердің мойнын ашып аламыз. Кішкене тереңдеу батырып бейт. Химиялық қарындашпен сызу үшін мойындарын ашып аламыз, кішкене тереңдетіп. Şöyle тазалап аламыз. Енді химиялық қарындашпен сызамыз. Химиялық қарындашпен сызып, тістің бағытына қарай стрелка қойып қоямыз. Қарындашпен, химиялық қарындашпен сыздық. Тістің мойнын шығардық. Тістің мойнын анатомиялық мойын деп, эмальдің біткен жері мен цементтің басталған жерін айтамыз. Ал клиникалық мойын деп, мына тіспен қызылектің біткен жерін, біткен шекарасын клиникалық мойын деп атаймыз. Енді бүгінге тақырыбымыз осы болған. Келесі жолы ары қарай жалғастырамыз.